Сәлем Шолпан. Саламатсыздар, Қош Тишада, келдің. қалайсыздар? Бүгінгі біздің марафонымыз керемет болып жатыр екен да. Барлықтарыңызды қарап отырып, прям ойып тыңдап отырсыздар бар ғой. Осындай үлкен жетістіктер сіздерге де жұғысты болсын. Осындай керемет биіктерге жете беріңіздер. Так, бүгінгі менің тақырыбым, ең любимый тақырыбым қарсылықпен жұмыс. Неге? Өйткені ол қарсылықтан мен кәдімгідей жақсылап тұрып шыңдалып өткен болатынмын. Сол өзімнің полностью толықтай тәжірибемен сіздермен бөліскім келіп отыр. Так, қазір демонстрация жасап жіберейін. Желательно сіздер өздеріңізбен бірге блокнот, ручка алып отырсаңыздар, өздеріңізге өте жақсы болар еді, иә? Ручка, блокнот алып отырыңыздар. Аха. Так, міне. Қазір. Көрініп отыр ма, қыздар? Аха. Так, міне, ханымдар, мырзалар, бізде бүгінгі тақырыбымыз қарсылықпен жұмыс, иә. Яғни біздер деген көп адамдармен жұмыс жасайтын болғаннан кейін басымызда неше түрлі жағдай өтіп жатады, иә. Адамдармен жұмыс жасау ондай оңай емес, иә. Так. Көрініп жатыр ма? Гүлназ? Демонстрация. Да, көрініп жатыр. Аха, так. Қазір мен қайттан сені администратор қылып қоямын. Қазір администратор қыламын, бәрі көрініп тұр. Все. Себебі мына жақта, мен жақта екен да, кішкене не істеп тұрған бар ғой, все, қазір. Так. Пока көрінбеді. Аха, қазір міне болып қалдым да. Сейчас ашып алайын да. Ашып алайын. Мына жақта деген. Қазір көп күтіп қалдыңыздар ма? 1 минут. Компьютермен отыр едім ғой, что-то қылмайтын еді, бүгін қылып тұр. Қазір мен кішкене организаторды ала тұрайын. Сен менен алып тастама, мен қазір не қыла алмай қалам. Қазір мен отключу. Сейчас. Все. И обратно включу. Все. Қоса ғой. Қостың ба? Все, қосылып жатыр қазір. Готово деймін. 20 секунд сейчас. Қоса ғой. Все. Это берілмей тұр ма? Қазір берем. Все. Бердім, администратор. Бердің ба? Все. Болды. Так, көрінді ма? Да, көрінді. Аха.
Так, ханымдар мен мырзалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз қарсылықпен жұмыс. Мен сіздерге толықтай қазір таныстыратын боламын. Қарсылықтың түрі бар. Мысалы, әсіресе мына көбіне новичоктарда кездеседі да, қатты қиналып жатады, иә. Келген, мысалы, енді келіп тіркеліп, енді бизнеске жасайыншы деген адамдар сынып кетіп жатады да, осы қарсылыққа талмай қалып жатады, иә. Вот сондай кезде біздер не істейміз? Бүгін сіздерге мен жақсылап тұрып, міне слайдын дайындаған болатынмын. Так, қазір. Все. Міне, мен өзімді таныстырып өтейін. Аққайы Шолпан, автобонус иегерімін. Ондаған мемлекетте саяхаттап, қазір командамда 500-ге жуық партнер табыс алып отыр, иә. Және онымен қатар мен 16 мемлекетте бизнес партнерім бар. Яғни 16 мемлекетте маған қазір таңда табыс түсіп отыр, иә. Яғни мына жерде осыдан мен деген сетевой әлеміне мен 4 жыл бұрын келген болатын. Бұның алдында басқа бір компанияда жасадым. Ол компанияда, яғни сол жақта мен кәдімгідей шыңдалдым десем де болады, иә. Ол жерде, ол компанияда тіркелдім, акцияның кезінде тіркелген болатынмын. Сонда маркетинг план жіберіпті. Енді ана ақшаларды көргеннен кейін ұйықтай алмаймын да, ана ақшаларды көргеннен кейін, ана маркетинг планды көргеннен кейін, сол кезде осындай ой келді, неге мен де сетевойға жасап көрмеске деп, сонда жасап көруді бастап кеттім. Сонда ол кезде менде мынандай түсінік болған жоқ та, теплый кругпен жұмыс жасайыншы или бір жаңағы айналамда таныстарға айтайыншы деген ондай ой болған жоқ та. Только мен қалай бастап кетсем екен деген ой ғана болды. Сонда мен өзім түсіндім, 2019 кезінде, ол кезде жаңағы енді карантин басталайын деп жатыр. Ол кезде жаңағы таргет реклама дегендер енді жаңағы трендке келіп жатқан кезде, сол кезде мен біреудің рекламасына келген болатынмын. Сонда мен түсінгенім, мен рекламадан келдім, значит, маған да сол рекламадан адам алу керек деп мен сондай өзіме ой түйдім де, содан кейін рекламадан адам алдым, 20 адам алдым и 6000-ға сатып алдым, шындығын айтайын, өтірік әңгіме емес. 6000-ға сатып алғаннан кейін, сенесіңдер ме қыздар, сол адамның ең алғашқымен сөйлесетін кезде мен жұмыста отырдым. Сіздердің барлықтарыңызды көргім келіп отыр, қарайыншы. Так, сол кезде мен деген жұмыста отырдым да, жұмыста отырған кезде андай жүрегім алай-дүлей болып жатыр да. Неге? Өйткені мен ар жақтағы адам қазір маған айтып тастауы мүмкін ғой, ұрсып тастауы мүмкін, маған қарсы шығуы мүмкін, мына қарсылықпен жұмыс істеп отырғандай. Не айтам деп, сол жұмыстан сол жерде отырғаны кешке дейін ойланып болдым. Не айтатынын білген жоқпын, өйткені мен компания туралы білмеймін, маркетинг білмеймін, сетевойда түк опытым жоқ. Содан жұмыстан шығып үйге қарай бара жатырмын ғой, жаңағы 11 остановка, ол кезде маршрутпен жүретін, маршрут ұмыттық қой деймін. Сол маршрутпен барудың орнына мен 11 остановка жаяу бардым да. Жаяу барған себебім, не айтам деп сөйтіп келе жаттым да. Сонда қыздар, сол кезде мен тоқтадым да, ойладым да, жоқ, мен неге қорқуым керек? Ол телефонның ар жағында, мен бер жағында. Неге мен қорқпай ақпарат бере бермеймін деп ойладым да. Сол жерде кәдімгі үйдің алдына келдім, жаңағы 11 остановка жүріп үйдің алдына келдім, тұрдым. Тұрғаннан кейін телефонды алдым, қолым дірілдеп, манағы бірінші адамға соқпайын ба, 20 адам номерін алып алдым. Ана бір алтын сияқты ұстап алып телефонның ішінде келатырмын ғой. Сонда мен деген манағы бірінші адамға соқтым, конечно, плотно отказ алдым, кәдімгі қадап тастады десем де болады. Екінші адамға соқтым, тоже әдемісінен отказ алдым. Үшінші адамға соқтым, отказ. Төртінші адам отказ, бесінші адам отказ. Сөйтіп қыздар 18-ші адамға жеттім ғой, отказ алып та. Сонда 18-ші адам тіркеліп, 19-ші адам мен 20-ші адам тіркелді. Қыздар, қараңыздар. Яғни сол кезде новичок болсам да, мен сіздерге айтатын советім да, новичок болсам да, қанша отказ алып тұрсам да, берілген жоқпын да. Сол үшін осы қасиетті бойларыңызға сіңіре біліңіздер. Қанша жерден отказ алсаңыз да берілмеңіздер.
Өйткені мен манағы 18 адаммен былай кетіп қалған кезде мен қазір бұл жерде отырмас едім. Мынандай автобонусты алмас едім. Мен уже екінші автобонусты алып жатырмын. Алла қаласа февраль айында менің командамда мастер шықты, М20-ны қорғады. Уже екінші автобонус алып, жаңа миллиондаған табыс алып, бірнеше мемлекетте болып келдім, бірнеше мемлекетте қыдырып келдім. Яғни ханымдар, мырзалар, мен сіздерге айтатын, ешқашан отказға мойымаңыздар, жарай ма? Және де тағы бір қызық, сол компанияға кірген кезде менің егізім Аққаю Айман маған айтқан болатын. Қараңыздар, міне. Шолпан, ұялмайсың ба зат сатып жүргеніңе? Бухгалтер деген атың бар ғой. Қой таста жасама, деді. Явно сіздердің де, ханымдар, мырзалар да, сіздердің де жаңағы кері тартып отырған адамдарыңыз бар, иә? Яғни жоқ тастама, сетевой не істейсің, сетевой босқа ақша саласың, мысалы күйеуім қарсы, жаңағы ата-енем қарсы, үйдегі жаңағы апа-ағам қарсы деп жатады, иә. Вот сондай кезде менің айтатыным, иә, тыңдамаңыздар. Өйткені міне живой пример, міне қазіргі Айман қазіргі таңда менен артық табыс алады. Оның алатын доходы 12 мың, 14 мың доллар, яғни 6 миллион, 7 миллион теңге табыс алып отыр. Бір емес 3 автобонус иегері атанды. Рекорд жасап М20 ашқан болатын бір айда. 4-ші айда сразу машина алып, қазіргі таңда золотой мастер. Сонда қыздар, қараңыздар, именно менің егізім қарсы бола отыра осындай үлкен жетістікке жетті. Мүмкін сіздің де жаңағы мамаңыз, жаңағы әпкеңіз де, жаңағы не тілімен айтқанда да, сестраңыз да, жолдасыңыз, кім біледі, ертең ол да осылай отыратын болар. Сол үшін біз жақындарымызды тыңдамауымыз керек. Енді қараңыздар, мен сіздерге айтайын. Қарсылықтың ережелері, яғни біздер қарсылықпен қалай жұмыс жасаймыз. Мысалы, ең бірінші сіздер ақпарат берейін деп жатырсыздар да, например, сіздерде болуы мүмкін, иә, теплый круг, так. Теплый круг, холодный круг пен жұмыс жасап жатқан боларсыңдар да, біреулеріңіз жаңағы таныстармен, иә, біреулеріңіз офлайн, біреулеріңіз онлайн жұмыс жасап жатқан болуларыңыз керек, иә, да. Жалпы кімге қандай ақпарат берсеңіздер де, ең бірінші біздер жақсы көңіл күймен сөйлесуіміз керек. Қарсылықтың ең керемет жері осы. Яғни мына телефонда алып, например, ол деген жаңағы бір танысыңыз айтқан болуы мүмкін да, сіз наставник болып тұрсыз да, оның сізге айтқан болуы мүмкін, мына кісімен сөйлесіп беріңізші деп сізге жаңағы сол адам номерін беруі мүмкін, или сіз жаңағы холодный кругтан оны алған болуыңыз мүмкін, или бір инстаграмнан номер алғаныңыз болуы мүмкін, или бір тағы басқа тиктоктан сізге келген болуы мүмкін. Сіз ол адамға ақпарат берейін деп жатырсыз. Сол кезде сіздің көңіл күйіңіз жақсы болу керек та, яғни жақсы көңіл күй болмаса да, өзіңізді кәдімгі дайындаңыз да, деп кәдімгі күлімдеп, саламатсыз ба деп та, менің есімім Айгүл, сізге осы Корпкап туралы ақпарат берейін деп едім, уақытыңыз бар ма, сіздің есіміңіз кім, қай қаладан боласыз деп, яғни яркий тонмен сөйлесуіміз керек, көрдіңіздер ма? Ең бірінші жазып аламыз, яғни күлімдеп, яркий тонмен сөйлесуіміз керек. Және де тағы да бір байқайтыным, қыздар, мысалы, әсіресе үлкен кісілерді қараңыздаршы, телефонды былай ұстап сөйлеседі көбіне, міне. Осылай біздер телефонды осылай ұстайтын болсақ, бұл даусымыз мына жерде, яғни бәсең түрде, тоны бәсең түрде естіледі. Кәдімгі анық естілмейді даусыңыз да. Сол себепті біздер телефонды былай ұстап сөйлесуіміз керек. Егер аудиозапись жіберетін болсаңыздар, телефонды жоғарыға ұстап сөйлесеңіздер міндетті түрде, жарай ма? Сонда сіздің даусыңыз яркий тонмен жақсы естілетін болады, иә? Және де қарсылықпен күрестің екінші бізде жолы, желательно телефон соғып сөйлесеміз. Неге? Өйткені телефон соққан кезде ортада диалог болады. Ортада әдемі диалог болған кезде толыққанды сұрақ жауап болады екі ортада. Көрдіңіздер ма? Яғни, желательно телефон соғып сөйлесуіміз керек. Ол жерде телефонмен соғып сөйлесіп жатқан кезде, ол любой адам сөйлескенді ұнатады. Сөйлесіп ақпарат алғанды ұнатады, иә?
Сонда сіз телефон соғып сөйлесетін кезде сенімді түрде сөйлесе аласыз. Өйткені сіз оны білесіз, жаңағы қай сұрақтарына қалай жауап беремін. Ортада әдемі диалог кетеді, мысалы, оның жасын сұрайсыз, бұрын немен айналысқан, қай компаниямен айналыстыңыз деп, жаңағы өзіңізге баурап, әдемі телефонмен сөйлескен өте жақсы. Яғни бұрынғы компанияда жұмыс жасап жүрген кезде мен ол компанияда өте тез өскен болатынмын да. Бірнеше айға жетпей бриллиантовый директор ашып тастаған болатынмын. Ол бриллиантовый директор деген ол жақта үлкен звание еді. Сол кезде көп басқа да партнерлар менен сұрайтын, сіздің фишкаңыз не, қалай тез өсіп жатырсыз деп. Сол кезде менің өзімнің ең құнды фишкам осы еді. Мен адамдарға сразу прямой телефон соғамын. Нағыз телефон соғып сөйлесем, беретін ақпаратымды беріп, сол жерде кәдімгідей жақсылап тұрып, бизнеске мен өзімді бизнеске оларды тартатын едім, иә. Енді қараңыздар, үшінші бізде 100 адаммен сөйлесіп, 98 адамнан отказ алу. Это норма. Өйткені, мана да айттым да, қыздар, қараңыздар. Жаңа жұмыстан үйге дейін келем деген кезде, жұмыстан үйге келе жатқан кезде, мен деген тұрып 20 адаммен сөйлестім. 18-нен отказ алдым дедім да. Енді қараңыздар, тыңдаңыздар. Бірінші адаммен сөйлестім, онша емес сөйлестім. Өйткені ол өзім түсінген жоқпын, даже не айтқан, не только ол. Екінші адаммен сөйлестім, тоже не то. Үшінші адаммен аналардан қараған нормально. Төртінші адаммен нормально. Бесінші адаммен жақсы. Алтыншы адаммен вообще жақсы. Жетінші адам супер-пупер. Сегізінші адам. Яғни, каждый сөйлесіп келген сайын опыт жиналды, тәжірибе жиналды. Яғни, сіздерге айтатын, күндегісін күнде сіздер осылай ақпарат беретін болсаңыздар, күндегісін күнде осылай ақпарат беретін болсаңыздар, сіздердің тіл байлықтарыңыз дамиды. Өте жақсы тәжірибе жинайсыздар. Сонда уже келесі бара-бара адамды оңай тіркейтін боласыздар, жаңағы оңай продукцияны түсіндіре алатын боласыздар. Жаңағы мысалы біздің антипаразитарный программаны да өте жақсы айтатын боласыздар. Бастапқыда түсіндіре алмауларыңыз мүмкін, бірақ бірнеше адамға ақпарат берген кезде уже антипаразитарный программаның прямой сіз мастер болып шығасыз деп айта аламын да. Уже сіз каждый раз оның қойған сұрағына барып бірдеме іздеп кетесіз, барып наставнигіңізден сұрайсыз, чаттан сұрайсыз, сайтқа кіресіз, іздейсіз. Сөйтіп сіз деген антипаразитарный программаны өте жақсы меңгеріп алып, келесі адамға кәдімгідей өте керемет қылып, как положено, нутрицок сияқты айтып беріп отырасыздар. Көрдіңіздер ме? Сол үшін міндетті түрде күніне 100 адаммен сөйлесіңіздер. Қанша отказ алсаңыздар да қарамаңыздар, 100 ба, 150 ма, бәрібір. Тек қана көп адамға ақпарат беруді әдетке айналдырыңыздар. Сосын және тағы да айтатын, қарсылықтың жағына шығу. Яғни қарсылықпен жұмыстың, отказбен жұмыстың 4-ші нұсқасы қарсылықтың жағына шығу. Яғни сіз онымен сөйлесіп жатасыз, ол келіп, ой, результат бере ма, ой, мен бұрын компанияда болдым, ол жақта мен табысқа шыққан жоқпын, ой, кажется, әйтеуір неше түрлі айтып жатады, менің уақытым жоқ деген кезде сіз айтасыз да. Яғни сіз оны қолдауыңыз керексіз. Сіз қарсылыққа жауап бермейсіз. Неге сіздің уақытыңыз жоқ, неге сіз сенбейсіз деп емес. Сізді қолдаймын, сізді жақсы түсініп тұрмын. Мен де басында солай ойлағанмын деп оны түсініп, сол бойынша сіздер оны қолдауларыңыз керек. Яғни қарсылыққа жауап бермей, оны қолдап отырамыз. Айгүл ханым, мен де бұрын сөйте ойларда болған, мен де ойлағам табысқа шықпаймын деп. Жоқ, оказывается, табыс бар екен. Өйткені мен келгеніме осындай жыл болды, осынша аралықта мен осындай тәжірибе жинадым. И қаншама менің партнерларым бар, қаншама менің потребительдерім бар. Қазір сол потребительдері менімен бірге жұмыс жасап жатыр. Мен сізді жақсы түсініп тұрмын, өзіңіз кішкене уақыт бөліңіз деген сияқты, ары қарай оның жағына шығып сөйлейсіз. Көрдіңіздер ме? Және де оның есімін жиі қолдану керек. Ең жақсы методика жазып алыңыздар, жазып отырсыздар ма? Так, міне жерде ештеңе мына жақта деген не да? Так.
күшті методика дейді. Хорошо, мен деген сіздердің мына чаттарыңызды бір жағынан ашып қояйыншы, себебі деген мен көріп отырайын да, сұрақтарыңызға арасында жауап беріп отырайын, иә. Мына менің мына жерде тұрғанын жазып алыңыздар, иә, төменде тұрған. Яғни ол адаммен сөйлескен кезде біздер есімін жиі қолдануымыз керекпіз. Яғни Айгүл ханым, иә Айгүл ханым, дұрыс айтасыз, иә Айгүл ханым, иә Айгүл ханым деп, яғни ол сөйлесіп отырған адаммен біз жиі есімін қолданып отыруымыз керек. Яғни жақсы комплимент айтуымыз керек. Сіздің даусыңыз әдемі екен, мә сіз шустрый екенсіз, сіз деген андай тез ұғып алдыңыз ғой. Сізден даусыңыз ар жақтан шығып тұр дейді. Енді естілді ме, қыздар? Естіліп жатыр ма? Естіліп жатыр ма, қыздар? Хорошо. Яғни менде бір апай соқты да, сол кезде мен жаңағы мә деп әңгімені соғып қойып отырсам, ол жаңағы жас қыз ғой деп әңгіме соғып отырсам, ол үлкен 67 жастағы апай екен. Құрсын апай, сіз үлкен адам екенсіз ғой, мен сізді жас қыз деп кәдімгі сен деп отырсам десем, анау келіп мәз болып күлгенін-ай. Сонда қыздар қараңыздаршы, комплимент қандай жұмыс жасайды, қандай керемет жұмыс жасайды, иә. Сол үшін ар жақтағы адаммен біздер жиі мақтап комплимент айтып тұруымыз керек, иә. Жаңағыдай даусыңыз әдемі, что-то сіздің қолыңыздан келетін сияқты, пысық екенсіз, сіз тез ұғынып аласыз, сіз как раз бізге керек лидерсіз, сізден күшті лидер шығатын сияқты деп, яғни оны өзімізге қаратамыз. Сонда ол адам, яғни жылы сөйлесең жылан іннен шығады дейді ғой. Вот сол сияқты ол адам уже бізге қарап бастайды екен. Жазып алайық та. Так, енді 6-шы қарсылықпен күресудің 6-шы жұмысы миға жақсы сигнал беру. Қыздар, осыны мен қатты жақсы көрем бар ғой. Неге екенін айтайын ба? Өйткені мен бұрынғы компанияда жұмыс жасап жүрген кезде какой-то 3%-ында жаңа 900 теңге алдым. Соған мәз болып жүрген кезім ғой, мен 900 теңге алып. Сонда дегенде қыздар, 3% болсам да, өзімді прям богиня ұстайтыным бар ғой. Прям ана жерде қырып жойып ақша алатқандай ұстайтынмын. Өйткені мен ана маркетинг планды көрген кезде ұйықтай алмадым да, совсем ұйықтаған жоқпын да. Маған ана миллиондар деген өте қызық болды да, ұйықтамаймын да. Ана миллиондарға мен миым жаңағы сеніп кеткені соншама да, ана адамдармен сөйлескен кезде как будто мен миллион алып, андай бір үлкен алпауыт бір сондағы екі адаммен жұмыс жасап жатырмын ол кезде, бірақ бір алпауыт бір командам бар сияқты өзімді ұстайтынмын да. Содан кейін бе ана миым жақсы сигнал әу бастан барғаннан кейін де жаңағы адамдармен сөйлесу ары қарай оңай болып кетті. Сол үшін жазып алыңыздар. Ең бірінші адаммен сөйлескен кезде біз миға жақсы сигнал береміз. Ол манағы мен айтып отырған просто өзімнің методикам да. Ең дұрысы қарсылықты біз қабылдай білу керекпіз. Ол адамды жақсы көреміз. Ой, ана жақтан, ой, балахатрон, ой, сен продукцияң результат бермейді десе де, біз оны жақсы көруіміз керек. Ол адамның орнына өзіңізді қойып көріңізші. Bir кездері сіз де сондай болдыңыз ғой, дұрыс па? Bir кездері сіз де сенбедіңіз продукцияға да, бизнеске де, маркетинг планға да. Да? Вот, сол сияқты сіз де оның орнына қойып көріңіз. Сол үшін ол адамды қабылдаңыз. Қабылдай отырып, миға жақсы сигнал беріңіз да. Например, мен айта кетейін, қыздар, менде мынандай болды да. Мынандай қызық болды. Командамда бір лидер бар да. Жаңағы сөйлесіп жатады да, сосын анаған ақпарат бердім, Шолпан қойыңызшы, ол тіркелмейтін сияқты, айттым, тіркелмейтін сияқты дейді. Сосын ал жақсы, ана кісіге ақпарат бердім ба десем, Шолпан ханым қоя беріңізші, ол тіркелмейтін сияқты дейді. Сосын жақсы, ал енді ана адамға ақпарат бердім ба десем, Шолпан ханым қоя беріңізші, ол деген андай ақшасы жоқ, оның алмайды дейді. Эх, дедім де, көрдіңдер ме, қыздар? Значит, оның миы, яғни тіркелмейді деген установка жасап алғаннан кейін ана адам өліп кетсе де тіркелмейді. Сол кезде мен айттым,
дедім да. Сіз бірінші өзіңіздің миыңызбен жұмыс жасауыңыз керек. Сіз неге ол адамға, мына мысалы ол адаммен сөйлесейін деп жатқан кезде қазір тіркелмейді деп дайындап аласыздар. Иә? Тіркелмейді деп дайындалып аласыздар. Содан кейін ол мүлдем тіркелмейді, өйткені миға сигнал кетті, ол сигнал вселенныйге кетті. Ол адам қанша жерден берсең, жаңағы тіркел, алтынмен аптаймын, күміспен қаптаймын десеңіз де тіркелмейді. Ал енді сіз адаммен сөйлесер алдында миға жақсы сигнал беріп, алла қаласа менің командам өседі, мен үлкен команда құрам, мен де жаңағыдай бірнеше алпауыт мемлекеттермен жұмыс жасаймын, мен де бірнеше мемлекетте қыдыратын болам. Осы жерде жайлап менің өзімнің жаңағы фундаментімді құям бизнеске деген. Осы жерде мен жаңағыдай кішкентай төмпешік жаңағыдай енді болып жатсам, ертең таудай болып шыға келем. Сол үшін мен дұрыстап ақпарат бере берейін деп, өзіңіздің бірінші миыңызға жақсы сигнал беруді үйреніңіздер. Жаңағы адаммен сөйлесетін кезде, хоть ол инфо-чатта, хоть ол жаңағы рекламадан келді ма, хоть ол тикток, инстаграмнан келді ма, ютубтан келді ма, ол жаңағы теплый группа или холодный группа, сондай. Сосын тағы да теплый группамен сөйлескен кезде айта кетейін да, плюс тағы да жазып алыңыздар. Теплый группамен сөйлескен кезде нагле алып жіберіп мен қорқаптай едім, сіз жаңағы тіркелшеш бәленше деп, ол қате. Бірінші біз оның хал жағдайын сұраймыз. Ой, Гүлғайша, қалайсың? Көрінбей кеттің ғой деп, не қайдасың? Сен балдармен үйде отырсың ба? Иә, мен де балдармен үйде отырмын. Ой, жаңа балдармен үйде отырмын, олардың витаминін алып беріп жатырмын, бірінен соң бірі ауырып жатыр. Бірақ жаңағы күшті табыс тауып отыр. Мынандай қыз бар екен деп, сөйтіп әңгімеге тартуларыңыз керек та оны. Көрдіңіздер ме? Теплый групппен де жұмыс жасаудың өзінің әдістері бар. Сізге мың алғыс, мықты лидер істейді. Рахмет, көп. Дәл жалғастырайық. Яғни қарсылықпен күресу, отказбен жұмыс осы екен. Енді қыздар, барлықтарыңызда кездесіп жатқан. Молодец. Так, доступно, так, понятно, рахмет, вот, познакомиться с вами, Шолпан. Так, келесі, қараңыздар. Енді мынау явно барлықтарыңызға кездесіп жатыр да, қараңыздар. Иә? Так, мына жерге жазыңыздаршы, кімде кездесіп жатыр, менде деп, если кездесіп жатқан болса. Былай, қарсылықтың қандай түрлері бар? Олар айтады: уақытым жоқ, жұмыстан қолым тимейді, сенбеймін, ойланып көрейін, мен продукцияға сенбеймін, или мен компанияға сенбеймін, или мен ойланып көрейін. Продукция шынымен результат бере ма? Қанша өнім ішіп көрдім, көмектеспеді. Қаншама компанияда болдым, табыс алып көрмедім. Дейді. Төртінші, менің қолымнан келмейтін сияқты, мен адам тіркей алмаймын, маған адамдар сенбейді. Бесінші, бұл лохотрон, ақша салуым керек па сонда? Дейді. Жетінші, күйеуім қарсы, үй ішім қарсы, ата-енем қарсы, ата-анам қарсы, мысығым, күшігім қарсы, дейді. Одан кейін 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-ші, баламен үлгермеймін. Омырауда балам бар. Или болмаса көп балалы анамын, біреуін сабаққа апарып жатамын, біреуін алып келіп жатамын, дейді. Ал 9-ші, продукция қымбат. Көрдіңдер ме? Так, қыздар, жаза бермеңіздерші, өтініш. Жоқ, мына чатқа жаза беріңіздер, бірақ мына жерде там ручкамен бүйтіп сызып жатыр да, мен жаңа презентациямның үстін бар ғой. Так, енді былай да, уақытым жоқ, жұмыстан қолым тимейді. Например, мен сіздерге айтатын да, қазір уақытыңыз болмаса, қашан сіздің уақытыңыз болады? Қыздар, сен есіңдер ме? Қызықты айтайыншы, мен қаншама жастармен сөйлесем да, жастармен сөйлесем. И сол жастармен сөйлескен кезде, андай да, жаңа сұрақ қоям ғой, жаңа бизнес туралы, сонда мен айтам да, айтшы. Так, болды. Так,
Қыздар қараңыздар да, былай да, қараңыздар. Мен айтамын, например, Айдана деген қыз келіп тұр да маған. Айдана, сен маған 5 жылдан кейін өміріңді айтшы деймін ғой. Андай тұрып қалады да. Уже ол қазір андай жұпыны үйде өмір сүріп жатыр. Андай күйбең тірлік, ақша жетпейді, кредит надан вообще да. Күйеуіне ақша сұраса бермейді. 5 жылдан кейін де сол өмір елестейді да шошып кетеді, селк кете қалады да. Өйткені мен өз көзіммен көрдім, мен келген адаммен сразу видеозвонокта салғанмын, сол айтатын да, қыздар қазір уақыт жоқ та. А 5 жылдан кейін сендер по-любому осылай отырасыңдар ғой, егер дым істемесеңдер. Дұрыс па? Дұрыс, келісесіңдер ма, қыздар? Сол үшін, қыздар, уақытта жұмыс жасауымыз керек. Менің командамда бұрынғы компанияда Жанар деген қыз болып роддомда босанып жатып, 3 баласы бар, одан бөлек роддомда босанып жатып, ақпарат беріп жатыр да, бүйтіп ақпарат беріп жатыр да, жаңағы ақпарат беру, жаңағы босанып жатыр. Ана жақта врач телефоныңызды тастаңыз, туыңыз, күшеніңіз десе, анау тұра тұрыңызшы, рекламада адам келіп тұр дейді да. Сол қыз қаншама премия алып үлгерді. И сосын Ғалия деген қыз бар, біздің жаңағы көріп қалыпты, бізде бриллиантовый директор. И сол да жаңағы роддомда босанып жатып, адам тіркеп жатыр ғой. Оған да күшен десе, қас адам тіркеп болып қалдым, тұра тұрыңызшы. Көрдіңдер ма? Зато ертең балалар рахаттанып өмір сүреді. Оның 5 баласы бар, Шымкентте тұрады. Вот сондай да, қыздар, уақыт жоқ дегенге мен сенбеймін. Роддомда босанып жатып, адам тіркеп жатқандар бар. Сосын мынандай күшті зат бар да, менің командамда апайлар бар да, мен жақсы көремін да оларды. Ол апайлар да былай да, тойда отырады. Ой, ана той дым қызық емес дейді да маған. Ана жаңағы столдың астына кіріп кетіп, мә деп ақпарат беріп жатамын дейді да, жаңағыдай андай не деп, жаңағыдай не істеймін дейді да, жаңағы детокс туралы айтып жатамын, гиалурон туралы айтып жатамын, кайфына кіріп жатамын. Той дым қызық емес дейді да. Блин, вот уақыты тойда отыр ғой, мысалы кейбір апайлар бар да, ой, 6-шы күн той, воскресенье той, мен тойдан шыға алмаймын дейді да. А кейбір осознанно апайлар тойда отырып ақпарат беріп отыр. Значит, менің уақытым жоқ деген ол сылтау екен да. Көрдіңдер ме? Соны сіз ақпарат беріп жатқан адамға түсіндіріп айтыңыз. Қазір уақытыңыз болмаса, алдағы уақытта қалай уақыт табасыз? Қыздар, мен бухгалтерияда жұмыс мақтанғаным емес, өзім неге айта береді демеңіз деп, просто мен өзім андай не да, жаңағы басына өткеннен кейін бәрі андай эмоция бетіме шығып тұрады да, білемін да, өзім бар ғой, сол үшін айтып жатырмын да. Мен ана бухгалтерияда жұмыс жасап жүрмін. Иностранный компания, жаңағы мұнайдың компаниясы, пятидневка. И көп шетелдік азаматтар көп та бізде. Біз строго ана робот сияқты барамыз, робот сияқты келеміз жұмысқа, болды. А мен ол кезде жаңағы сетевойды бастайын деп отырмын. И хорошо, что мен компьютер жақсы білдім, соның арқасында мен жаңағы реклама тағы басқа, ана соцсет бәрін үйреніп алдым да. Содан рекламадан адам келіп тұр екен да, и мен алдым да, жаңағы 17 адам келіп тұр, скачать етіп алдым да. Сөйлесейін десем, ана адамдарға ақпарат берейін десем, айналамда қырған бастық клиен, әйтеуір шетелдің адамдары, лишний раз жаңағы движение жасауға болмайды. Тек жұмыс отыруым керек, болды. И мен ішім деген алай дүлей, андай шабыт деген келіп тұр да, ана рекламада келген адамдарға ақпарат бергім келіп өліп тұрмын да, прям бар ғой. Сонда не істедім десеңші, то 3-ші этаждан төменге 1-ші этажға түсіп кетемін де, 3-ші этажда 1-ші этажға түсіп кетемін де, туалеттің есігін жауып аламын да, ағылып келіп ақпарат беремін, ана жерде рахаттанып тұрып бар ғой. И сол жерде қанша адам тіркеп, сосын жаңағы WhatsApp-қа бәрінің удостоверениесін жинап аламын, данныйын жинап аламын да, жоғарыға барып компьютер бұрып бүйтіп рахаттанып тіркеймін да. Сонда көрдіңіздер ме, қыздар, уақыт жоқ деген сылтау ол. Көрдіңдер ме, қыздар, уақыт жоқ сылтау ол. Мен өз көзіммен, қыздар, мына жерге жаңағы менің анық естіліп отырмын ғой да, дауысын. Түсініп отырсыздар ғой да? Иә, болды. Түсініп отырсыздар ғой да, әйтеуір. Сосын былай да, жаңағы менің уақыт жоқ дегенді қалай тіркеп алу керек? Айдана, уақыт жоқ деген кезде оларға слайд жіберемін, Гүлнарка, обязательно марафон чатына жіберемін. Слайд бәрі идеально тұр,
барлықтарыңызға тегін беремін, именно эфирдің соңына дейін қатысқан адамдарға, иә. Так, айтайын дегенім, қыздар, былай да, менің командамда арпалысып жүріп, жұмыс жасап жүріп, именно осы сетевойды қосымша алып жасап, сетевойдан табысқа шығып алып, ана жұмысын деп увольнение жазып шығып кеткен адамдар көп менде. Қазір солар 500 мың зарплата алып отыр. Кезінде ол 100 мың, 120 мың теңгенің жұмысында істеп отырды да. Жаңағы мұғалім, медсестра, бірдеме, жаңағы столовыйда тұрады, продавец. Сонда да қарада айдана. Уақытым жоқ деген адам, ол зона комфортадан шыға алмайды ол. Ол өмірін өзгерту керек. Сол үшін уақыты жоқ болса да ол жасау керек. Ол мына екі жұмысты алып жасап, когда мына жұмыстан өседі, сол кезде болды, мынаған до свидания деп, ана жұмысты одан сайын өсіріп, біз сияқты шалқып өмір сүруге болады. Көрдіңіздер ме? Енді қараңыздар, екінші, сенбеймін, ойланып көрейін дейді. Сенбеймін, ойланып көрейін. Қараңыздар, егер жаңағы компанияға айтып жатса сенбеймін деп, енді қараңыздар да, мына жерге жауап беріңіздерші. Шетел аралап рахаттанып жүрген кімдер? Зәулім үйде тұрып жатқан кімдер? Айтыңыздаршы мына жерде. Жазайықшы. Зәулім үйде тұрып, шетел аралап, күшті өмір сүріп жатқан кімдер? Сетевиктер. Еще кімдер? Еще блогерлер. Дұрыс. Еще артистер. Дұрыс. Танымал адамдар, яғни 3 адамдар. Енді ана адамдарға айтасыздар. Қараңдар. Сенбеймін, ойланып көрейін дегенге айтасыздар. Неге сен сенбейсің? Қазір шетел аралап қыдырып жүргендер кімдер? Жыл сайын жылына 2 рет, 3 рет демалып келетін кімдер? Блогерлер, танымал әншілер, сетевиктер. Блогер болу қолыңнан келмейді екен, әнші болу қолыңнан келмейді екен, хоть сетевойда жасай аласың ғой деп, Коралда қаншама адам машина алды, солардың видеосын, фотосын көрсетіп, біз сендіруіміз керек. Көрдіңдер ме? Так, продукция шынымен результат бере ме? Қаншама өнім ішіп көрдім, көмектеспеді. Қанша компанияда болдым, табыс алып көрмедім дейді. Енді қараңыздар. Бізде не көп? Отзыв көп қой. Результатта кәдімгі аяқ алып жүре алмаймыз ғой чаттарда да. Шын ба, мойындаңдаршы. Отзыв деген бүйтіп кәдімгі ағылып жатыр ғой бізде. Неше күніне бір 10 видео шығатын сияқты, новый прям. Біздің продукцияның құндылығын түсіндіруіміз керек. Біз жаңағы әңгіме результатта емес, әңгіме организм тазалауда. Ал таза организм не істейді? Іштегі жаңағы жаман вирустармен, аурулармен күрес шығарып тастайды. Жаңағы қарапайым тілмен айтқанда. Сол себепті біз жаңағы результат береді деп емес, біз ана 90 күндік концепция здоровьяны жақсылап түсіндіруіміз керек. Яғни өнімнің құндылығын, оны қай жақтан жасайтынын, қандай андай керемет өнімдер деймін да. Ана Визи Праймды айтыңдаршы да, прям андай өте жақсы продукцияда, өте. Мен оны жаңа 5 мың теңге дегенге қимаймын, 50 мың десе де алар едім да, көзім үшін. Содан кейін мен компьютерді соткіде отырам, бірақ Визи Праймның арқасында менің көзім шайдай ашылды да. Сол сияқты біз продукцияның құндылығын түсіндіріп айтуымыз керек. Егер сіз дұрыс ақпарат бере алсаңыз, егер ол адамның миына түсіндіріп жеткізе алсаңыз, ол адам никогда сізге жаңа күмән болмайды, көмектесе ма, анау ма, мынау ма, жаңағыдай результат бере ма деп айтпайды. Өйткені түсіндіре алу бізден. Егер сіз түсіндіре алмасаңыз, уайымдамаңыз, ол опытпен жинала келеді. Опытпен жиналып, ертеңге мастер боласыз бар ғой сөйлеуден. Так, мен қолымнан келмейтін сияқты, мен адам тіркей алмаймын, маған адамдар сенбейді. Осындай сұрақ кездесе ме? Сөйтіп айта ма сіздің айналаңыз? Онда олай болса, былай істейміз.
айтады да, олай болса былай істейміз біздер. Біздер былай істейміз. Менің қолымнан келмейді, мен адам тіркей алмаймын, маған адамдар сенбейді. Яғни, менің қолымнан келмейді. Иә. Мысалы, мен командамда көп та жаңағыдай қолымнан келмейді деп басында келеді, біреу ой қазір деген кәмпкер оратор да прям, өйткені өздеріне сенімсіз болады. Когда алып келіп бастап кеткен кезде олардың таланттары оянады да, андай күшті сөйлеп кетеді или күшті бизнесті жасап кетеді. Сондай да, сол үшін оған айтуымыз керек та, сен өзіңе мүмкіндік беріп көр. Өзіңе мүмкіндік беріп көр деп, да? Сосын және де мен адам тіркей алмаймын дегендерге де айтуымыз керек. Сіз мысалы, оған адамдар неге сенбейді? Иә? Өйткені ол ана компанияны көреді, мына компанияға тіркеледі, ана компания продукцияларын қояды статусқа, одан былтыр мына компанияныкін, әйтеуір жаңағы неше түрлі компания кіріп шығады. Содан кейін оларға адам сенбейді. Қыздар, бір компанияға кірдіңдер ма, тұрақты болу керек та, желательно. Сонда сіздің айналаңызда адамдар сенеді. Көрдіңіздер ма? Мысалы, жаңағы өзіңіздің мына корклабта екеніңізді білдіріп, күнделікті статусыңызға, сторисіңізге продукцияны қойып отырыңыз. Күнделікті қоятын болсаңыз, мысалы, мына коллаген өнімін күнделікті қоятын болсаңыз, 1 күн сұрамар, 2 күн сұрамас, 3 күн сұрамас, 4-ші күні уже сұрап бастайды сіздерден. Уже адамдар біледі сіздің корклабта екеніңізді. Адамдар уже сеніп бастайды. Сол сияқты қыздар, бізде тұрақтылық керек. Және де күнделікті жұмысымыз керек. Мысалы, статусқа 1 күн қойып, сосын аптаның аяғында 1 рет қойып, олай емес. Күнделікті тиянақты әдемі статусқа да, сториске де қойып, адамдарға түсіндірген кезде де, яғни как положено жұмыс жасауымыз керек та. Иә? Сосын жаңағы мынандай болды да, мен адам тіркей алмаймын. Менің командам Мадина деген қыз болды да. И Мадинаға жаңағы андай номерлер беріп жатырмын да, ана жақтан келген, мына жақтан, инфочаттан келген, жаңағы инстаграмнан, рекламадан барлығын беріп жатырмын да, Мадинама сөйлестіріп ал, ана компанияда сөйлестіріп ал деп. Сосын бір күні тіркелмей дей береді да ана кісі. Жаңағы Мадина айтады да, тіркелмейді дейді да, дұрыс айтасың иә Майра, тіркелмейді дейді да. Сосын кейіннен может, мен айтамын да, Мадина, может, тіркелмей жатса, может, сен сөзіңді өзгертіп көрерсің, давай екеуміз практика жасап көрейік деп, сөйтіп кішкене үйреттім да соны Мадинаны. Содан кейін бір ұмытылып кетті, сосын бір айдан кейін маған айтады да, ана Мадина айтады да, Шолпан ханым, сіз деген андай күшті, соңғы кезде күшті тіркелетін адамдар берушісіз, бұрыннан бері неге тіркелетін адамдар бермегенсіз дейді да. Сосын мен күлемін да, Мадина, мен бұрындадағы беріп жүрген адамдарым, қазірде де беріп жүрген адамдар бәрі бір. Просто бұрын емес, сен қазір тіркеп алуды үйрендің бе деймін да. Көрдіңдер ма, қыздар? Мен тіркей алмаймын деп келеді да, кейіннен сөйлей келе, уже адам тіркеп үйреніп кетеді. Сол сияқты қыздар, келдіңіздер ма? Жаңа адам тіркей алмаймын, не айттыңыз Мадина дейді. Сонда деймін да, сол жаңа рекламада келген адаммен сөйлесуді үйреттім, сондай да, Мадина, сондай жаңа видео айтасың, бізде акция бар деп айтасың деген сияқты да. Сосын сөйтіп ішінде жүре берсең, ол тіркеп үйреніп кетеді екен да адамдарды. Сол үшін жаңағы келетін адамға айтыңыздар, қорықпаңыз, мен отойды үйретемін сізге, жаңағы тіркеп үйреніп кетесің, мен де солай басында келгем, адам тіркей алмайтын, қазір мен талпа командам бар, целый армиям бар деп сөйтіп сөйлесесіңдер да, қыздар, оған хорошо. Содан кейін бұл лохотрон. Ақша салуым керек па сонда? Дейтіндер бар да. Бұл лохотрон. Енді қараңыздар. Бұл компанияның пайда болғанына 26 жыл, 27 жыл ма? Мысалы 26 жыл деп алайық. 26 жыл. Лохотрон болса, неге 26 жылға дейін өмір сүрді? Айтыңыздаршы. Лохотрондардың өмір жасы ұзақ болмайды. Лохотрон ары кетсе бір 2 жыл, 3 жылға жетіп болды, арға пуф. А бұл неге 26 жыл өмір сүрді? Значит, бұл лохотрон емес. Вот соны түсіндіріп айтуларыңыз керек. Көрдіңіздер ме? Ақша салуым керек па дейді.
ақша салмайды, орнына продукция алады, денсаулығына, организм тазалайды. Вот соны түсіндіріп айтыңыздар. Сіз ақша салмайсыз, өзіңізге керекті өнімді аласыз. Например, коллаген аласың, 5 жасқа дейін жасарып, әжімдерің кетіп, беттіктерің тартылып, жақсы результат береді. Сен босқа ақша салып отқан жоқсың, сен продукция алып отырсың. Вот сондай да. Одан кейін күйеуім қарсы, үй ішім қарсы, ата-енем қарсы, ата-анам қарсы дейтіндерге. Қыздар, қараңыздар. Менде мынандай случай болды да, енді реально да, оқиғада. Бір командама бір қыз келді да, жаңағы келді, жасап, жақсы табысқа шығып келе жатты да, сосын бір күні жоқ болып кетті да, сосын іздейсің ғой, лидерің болғаннан кейін қайда кеттің, ты что, не көрінбейсің деп, не? Шолпан ханым, қоя беріңізші, мен күйеуім қарсы болып жатыр, жасамайсың деп. Анау, ей, сенің командаң бар, сен нормальный доход алып отырсың, ты что деп, жам сөйтіп отырмын да. Жоқ, күйеуім қарсы деді. Сосын әрі айттым, бері айттым, сосын ладно дедім да, енді қинамайын деп. Сонда араға бір 2 ай салғаннан кейін ба, жаңағы қыз хабарласты да, күйеуім 2 баламен енеммен ұрды, сосын күйеуім жаңағы енем сөзін қолдады, 2 баламен үйден қуып шықты. Далада. Айттым мен, ал егер ана орның деген тұрып, сен бизнесіңді жалғастыра берген кезде ғой, сен уже қазір күйеуіңе неге сенесің, сен деймін да. Сол сияқты қыздар, енді барлықтарыңызда ондай жағдай кездеспейді ғой, Құдай сақтасын. Но бірақ сонда да бұл күйеуге зависимый болған мен түсінбеймін да, қыздар. Мысалы, екеулеп тапқанға не жетсін? Соны сіз күйеуіңізге айтуыңыз керек. Күйеуіңіз неге қарсы болатынын айтайын ба? Өйткені сіз ана компанияға бір барасыз, кіресіз, ақша саласыз, одан мына компания, манағыдай тұрақтылық жоқ та. Сөйтіп сіз күйеуіңіздің сенімінен шығып қалдыңыз. Сол үшін күйеуіңізге как будто сіз жаңағы бір андай бір ақша бір далаға шашып жүрген адам сияқты көрінесіз да. Сіз бірінші өзіңізден бастаңыз, өзіңізді көрсетіңіз, табыс алып отқанын көрсетіңіз. Менде дәл сондай жағдай болды. Жуырда жас қыз тіркелген, жақсы жұмыс жасау деп отырған, содан ата-анам қарсы деп айтты дейді. Все-таки бар ғой, қыздар, енді мына жерде бар ғой, андай бір жағынан біз уже мына лидерлеп психолог болып болдық десек те болады да, психолог болып. Біздер психологически оларға түсіндіріп айтуымыз керек та. Не үшін оның болашағы өзіне маңызды? Не үшін ол ата-анасын, ата-енесін тыңдап, не үшін ол күйеуін тыңдау керек? Өйткені алда уақытта не болатынын білмейді. Или, например, мына әсіресе жас келіншектер былай да. Андай айтады, Шолпан ханым, сіздің өміріңізге қызығамын, барлығы жеткілікті, күшті да, мен де сөйтіп ата-анамды үлде-бүлдеге орағым келеді дейді. Әрбір қыз баланың арманы ата-анасына көмектесіп тұру. Көмектескісі келеді. Например, менің бір командамда бір қыз болды, Жанар деген, бай отбасыға келін болып түскен ғой. Содан мен осы компанияда жасағым келеді, өйткені жаңағы менің күйеуім ештеме бермейді. Қанша шалқып байып тұрсақ та ештеме бермейді. Мен бірақ ата-анама көмектескім келеді. Сол үшін мен күйеуімнен тығылып жұмыс жасауға мәжбүрмін деді, жасады, қаншама премиясын алды, күйеуіне дәлелдеді. Сол сияқты қыздар, біздер жаңа күйеуім қарсы, үй ішім қарсы дегендерге біз реально түсіндіруіміз керек. Реально өмірді көрсетуіміз керек. Осы қорқаптағы қаншама адамдар автобонус неге жұмсалып жатыр, шетелге шығып жатыр, жақсы білім алып жатыр. Қыздар, көрсетуіміз керек. Түсінесіңдер ма? Түсіндіре айта біліңіздер. Жаңағы, күйеуің қарсы ма, онда жасамасаң жасама демей, барынша түсіндіріңіз. Бір жағынан сауап, бір жағынан ол адам түсіну керек та, сол сияқты. Естіліп тұр ма? Так, баламен үлгермеймін, балам кішкентай, көп балалы анамын дейді. Мен өзім жеңе алмай жүрмін, ұмтылып тұрамын, хочется жұмыс істеуге, кішкене кедергі бар, солай жауап кете береді дейді. Хорошо. Енді бар ғой. Енді бар ғой, қыздар, қараңыздар да, баламен үлгермеймін, балам кішкентай, көп балалы анамын. Вот, ең қызық оқиғаны айтып кетейін да. Біздер Айман егізіміз екеуміз осы сетевой әлеміне келмей тұрған кезде, осыдан 4 жыл бұрын да, Айман жаңағы бірінші бөпесін босанды.
Айлин деген жиенімді өмірге алып келді. Сонда Айлинге бізге витаминдер керек болды. Представляете, Айлинге витамин ішу керек болды. И ол да бухгалтерияда жұмыс жасайды, мен де бухгалтерияда жұмыс жасаймын, кредит мынадан. Әйтеуір бір витаминге жарымады да ана бала. Мамасы беременный кезде де витаминге жарымады. А енді керемет, Шоқахан Алла разы болсын, рахмет. Ал енді сол Айлин, жаңағы жиенім, қазір 1 класс мектепке барды. 1 класс мектептегі ол ақыл оқу. 2 миллионның мектебіне барды. Хотите такой жизнь? Балдарыңыз 2 миллион мектебіне барған қалайсыздар ма? Сол кезде ана қолында бөпе, екіншісіне аяғы ауыр, бухгалтерияда жұмыс жасайды. Жаңағы роддомна екінші бөпесін босанып жатқан кезде прям жұмыстан кетті роддомға. Ана жұмысы жібермей. Бірақ сонда да осы сетевойды жасады да. Сонда баламен үлгермеймін деген жоқ та, Айман. Мен жақта жаңа қыздары бар да, мастерлер бар, мысалы, Гүлназ, еще кім, тағы көп қой мастерлер. Баламен үлгермейміз деген жоқ қой. А сонда мына Айманның жаңағы баласы 2 миллион мектебіне барады да, артынан ана ұлы өсіп келе жатыр, оны да 2 миллион мектебіне дайындап жатыр. А ол 2 миллион мектебінде балеті бар, ағылшыны бар, жаңағы ана вокал сабағы бар, ой, жаңағы ана спа, тұз бар, салон, в общем, неше түрі бар, ананың ішінде там курорт десем бар. Мен айтамын, Айманға айтамын, Айман екеуміз оқиықшы деймін ғой. Сол екеуміз оқиықшы дейді да. Сол сияқты да андай әрбір ананың арманы да анандай балдарының мықты мектепте білім алған. До такой степени жаңағы Айлин қызымыз сумкасын үйге алып келмейді, арқалап келмейді. Бір екінші үйге тапсырма бермейді. Үйге тапсырмасын сол жақта орындатады өздері. Ну, почти американский школа. Вот көрдіңдер ме, қыздар? Сол үшін баламен үлгермеймін, балам кішкентай. И көп балалы анам дегенге біз айтуымыз керек. Именно осы балаларыңыз үшін сіз жасау керексіз. Көрдіңдер ме, қыздар? Именно осы балалары үшін міндетті түрде осы сетевой әлемін бағындыру керек. Ага, маленькие дети, маленькие проблемы, большие дети, большие проблемы. Ага. Так, продукция қымбат. Продукция қымбат. Неге? Өйткені ол дұрыс өнім. Ол реальный өнім. Ол оған стоит. Мен ана Белорун өнімін жаңағы миллион теңге десе де жарасады да, менің көз қарасыма, қыздар. Миллион теңге десе де өзінің жаны үшін алатын адамдар табылады. Поэтому продукция қымбат деген ойды өздеріңізден, ең бірінші өздеріңізден алып тастаңыздар. Олардан емес, бірінші өзіңізден қымбат деген, продукция қымбат деген ойды алып тастасаңыздар, сенімді түрде продукцияны айтатын болсаңыздар, олар спокойно сізге никогда продукция қымбат деп айтпайды. Көрдіңдер ме? Так, келесі біздің, күшті көретін тақырыбым. Келесі слайдымыз біздің, так. Ой, сейчас. Так, келесі біздің слайдымыз былай. Отказдан қорғанудың әдістері. Енді бұл жаңа келатқан новичоктарға күшті да, бұл деген бар ғой. Жаңадан қосылған новичоктарға жаңағындай, мә сөйлес, адам тіркеп алып, ақпарат бер деген кезде, оларға айтатын былай да, қараңыздар. Ең бірінші, яғни отказдан қорғанудың 4 жолы бар. Оны жаңағы командада қыздардан ала отырып, солардың жаңағы практикасын түсіне отырып, осы жаңағы 4 осы нені жасап шығардым да, кеше түнде осы слайдты жасап шығардым да, осы сөздерді де. Яғни өзімізді жайсыз сезінген кезде
например, ақпарат беріп жатасыз да, ой жоқ керек емес қымбат, ой не деген кезде адам біртүрлі болып қалады, біртүрлі андай өзін жайсыз сезініп бір жаман болып қалады да қыздар. Вот сол кезде ол ақпарат беріп жатқан кезіңізде сіздің айналаңызда бірнеше адам болғаны тиімдірек, өйткені ана адамдармен сөйлесіп манағы отказды ұмытып кетесің. Или болмаса отказ алған кезде сразу наставник соға ғой. Мен жаңа өйстіп ақпарат беріп едім. И любой наставник сізге болсын деп тұрады да. Ну, любой наставник сізді қолдайды. Ой, Айгүлжан, мән берме. Жаңа бизнес болғасын болады. Енді осылай ақпарат беріп қара, мені өткізші бер, тағы бірдеме, андай жұбатып алады да сені, кішкене настроение көтеріп алады да. Вот сондай. Мына кәдімгі мына новичоктарға айтылып жатқан сөзім да мынау. Екінші, отказды плюске айналдырамыз ойша. Миымызды алдаймыз. Отказ алдың ба? Отказ алдым, значит, маған бір жақсылықтың белгісі. Яғни мен отказ алдым, значит, мен мықты лидер болайын деп тұрмын ғой. Отказ алдым, значит, мен өсіп жатырмын, значит. Андай, миыңызды сіз алдау керексіз да. Сонда сіз отказдарға мойымайсыз. Отказды плюске айналдырып үйреніңіз. Түсінікті ғой да? Міне, өзімізді жаңағы жай сезінгенде қасымызда бірнеше адам болған жақсы, или наставникке хабарласамыз. Екінші, отказды плюске айналдырып үйренеміз, жазып алыңыздар. Одан кейін үшінші, практика. Яғни, соны күшті көремін мен. Неге десең, баяғыда командама жаңағы ақпарат беретін кезде мен жаздыртатынмын оларға. Жаздыртамын, күшті көремін соны. Командаға жаздыртамын мен лидерлерге. Енді лидерге дайындап жатқан қыздарыма жаздырып дұрыс. Маған одан да күшті лидер келейін деп тұр деп ойлаймын. Отказ алған. Вот міне отказды плюске айналдыру. Менің ең күшті көретін нем жаңағы лидерлерге мен диктант құсап жаздыртатын. Мен айтып отырамын, ол жазып отырады. Сосын ана адамға ақпарат берген кезде оқып беріп отыр. Міне, қыздар, ақпарат бере алмайсыңдар ма? Жазып алыңыздар. Как шпаргалка ретінде алып алыңыздар. Ана адамға, мысалы, біреуге жаңағы ақпарат берейін деп жатырсыз ғой. Жазылғанды оқып айтып бересіздер. Саламатсыз ба, осылай, мынандай өнім, осылай уақытта ішесіз, осындай. Или болмаса біздің Корлкап компания осындай уақытта құралған, 11 мемлекетте біздің жаңағы зауытымыз бар, осындай бонус түседі, сізде жаңағы осындай звание бар, мастер звание, серебряный, дабл серебряный, звездный мастер де осындай доход аласыз, осындай. Міне. Вот. Яғни отказдан қорғанудың әдістерінің бірі осы практика. Яғни осыны күнделікті оқып, сіздің миыңызда қалады да, келесіде мынау керек емес, судырат айтып бересіз, рахаттан тұрып айтып бересіз. Көрдіңіз ба? Төртінші, күшті жері осы. Төртінші, отказ алған кезде, мен басына өтті десем де болады да, манағыдай. Бірақ ондай емес, қазір айтамын да, жалпы. Яғни, ойша өзіңізді қорғайтын мынандай шарик жасап аласыз. Дұрыс айтасыз, сіздің школаңыз жазып сұрап оқып талай адам тіркетіп қой. Айнаш, круто. Былай да, сіз үлкен шар жасап аласыз. Сосын сіз сол шардың ішіндесіз. Ал келіп ақпарат берген кезде ана жақтан деген неше түрлі отказдар кетіп жатады да. И ана шарикке келіп тіреліп қалады да. Мына оқ атып жатады, өтпейді, садақ атып жатады, өтпейді, андай неше түрлі негатив келіп жатады, өтпейді ана шариктен да. Сіз шариктің ішінде, қоршаудың ішіндесіз да. Солай ойлаңыз өзіңізді. Ақпарат беріп жатқан кезде сізде бір қорған бар. Ол шардың ішіне, шардан ештеме өтпейді сізге. Сол сияқты қыздар, бұрын шар деп елестеткен жоқпын да, ол кезде. Андай, бұрын отказ алған кезде, андай, жоқ, отказ алғанда, былай өтіп кетті деп өзімде ойлайтынмын да, миым өтіп кетті деп, сөйтіп ойлайтынмын да. И сосын қыздарыма айтып отқан кезде, сосын сондай ой келді да, давай сен өзіңді отказ алып отқан кезде бір шардың ішіндемін деп елестетші. И оған қанша андай негатив келіп жатады, саған өтпейді да, деп не? Вот көрдіңдер ме, қыздар?
осындай әдісті қолданып жүріңіздерін сіздерге айтатынмын. Сонда сіздерге жаңағыдай отказ да, қарсылық та, неше негатив те өтпейтін болады. Күшті ма, дұрыс па, қыздар? Дұрыс болса дұрыс деп жазып кеттіңіздер. Так, келесі мынандай слайд дайындадым ғой, мына күшті слайд. Жаңа слайд жасағаннан кайф аламын бар ғой, менен мына скриптаны мен дайындадым ғой. Күшті көремін мен бар ғой, слайд дайындағанда бар ғой. Қарсылықтың плюстері, қыздар. Қарсылықтың плюстері. Рахмет, қыздар. Қарсылықтың плюстері. Қыздар, қарсылық алу — это кайф. Түсінесіңдер ме? Қыздар, қарсылық алу бұл деген өміріңіздегі ең күшті сәт. Менен бұрын оқып алған шығарсыздар да, мынаны айтып бере берейін сонда да. Яғни тіл байлық. Яғни сен сөйлеп оратор боласың да, тіл байлығың дамып кетеді. Ана қарсылықты алған сайын ақпарат бере бересің. Күшті оратор болып кетесің, шешен болып кетесің да, тіл байлығың. Мен не үшін сайрап отырмын? Қыздар, мен не үшін сайрап отырмын? Мен бұрын ондай болған жоқпын мен. Өйткені мен талай қарсылықты алып, ана әрқайсысына сөйлеп, мен оратор болып кеттім. Мен үлкен сахнада ұялмай сөйлей беремін да. Өйткені тіл байлық дамып кетті да, сендерде де тіл байлық күшті дамып кетеді. Екінші, көчту, рахмат. Қырғыздықтар, қалайсыздар? Рахмат. Көкайрайым, қандайсыз? Қырғыздықтар да қатысып отыр екен, күшті. Шолпан, так все просто и классно говорите дейді. Рахмет, қыздар. Қыздар, қарсылықтың екінші плюсі күшті көремін да, мен не оны? Яғни сіз психолог боласыз. Сіз ешкім мынандай психолог оқуын ешкім сізге бермейді. Психологты сіз мына жерден қарсылықтан ала отырып табасыз. Яғни адамдарды зерттеп, ойын ұғып аласың боласың да. Күшті да. Мен деген қазір ана психологтардан да асып кетемін. Мен білем бар ғой, өзімді не только барлық мәселелер солай деп ойлаймын, ана психологтардан асып кетеді. Өйткені бірнеше адаммен сөйлесіп отырып, біз оларды уже түсініп аламыз да. Мен мысалы, бір адам соқса, мен сразу түсініп алам, үйінде неше баласы бар, үйінде қарт кісі бар ма, қарт кісі болса, ана гидромакс белуронда пихать ету керек, балалар болса, антипаразитан продукция пихать ету керек, күйеуі бар ма, күйеуін жаңағы неден 90 күндіктен өткізу керек, не жұмыс жасай ма, күйеуінің табысына қарап отыр ма, онда мына елге жұмыс жасау керек. Психологически зерттеп аламын да, уже сөйлесіп отырып, мен ана адаммен сөйлесіп отқанда просто аузым сөйлеп отқанмен мен ойым анаң үйін қопарып жатыр. Үйін қопарып жатамын ғой, прикинь. Көрдіңдер ме, қыздар? Яғни мен үйін қопарып шығамын, үйінде кім бар, не істеп жатыр, бұрын не қылды, қандай жаңағы мықты лидер бола ма, лидер болмай ма, қолынан келе ме, түк келмей ме, бәрін зерттеп аламын да, қыздар. Сендер осы жерде өздеріңе жоқ деген бір 2 жыл уақыт беріңіздерші, 2 жылдың ішінде 2000 адаммен сөйлесіңдерші, иман идеальный психолог боласыңдар, қыздар. Прям күшті психолог болып кетесіңдер. Вот сол ғой, қыздар. Адамды зерттеп, ойын сразу ұғып алатын боласың. Қарсылықтың ең күшті жері осы. Үшінші, қарсылықтың плюстері: бұрынғыдан да мықтырақ боласың, бұрынғыдан да шустрее боласың. Яғни самый настоящий лидер боласың. Өйткені қаншама тәжірибеден өтесің, қаншама опыт жинайсың, ысыласың, көп зат түсінесің уже. Шайнап бердіңіз деп жұтылғаны қалып, дұрыс айтасыз. Ана жақтан жаңағы біреу қарсылық айтып жатса, мына жақтан былай алып кетесіз. Андай жоқ, қымбат қой дейін деп жатқанда, сіз тыңдаңыз, ол деген мықты өнім ғой деп, андай ты что, не үшін қымбат дейсің, бұл бренд қой деп, уже андай жаңағы не тәжірибелі маман болып кетесің да бұл жерде. Көрдіңіз бе? Командамда қанша адам бар дейді. Мен 16 мемлекетте адамдарым бар. Керемет Шолпан ханым, көп рахмет. Очень доходчиво дейді.
рет рассрочка сұрағандар мен айтып беремін, сіз қызық бар ғой. Ана рет рассрочка сұраған кезде бар ғой. Қыздар бәріңе қызық па? Рет рассрочка сұраған кезде мен не деп айтатынымды? Бұл компания Канаданікі. Канада Каспий рет жоқ деймін ғой. Иә, солай ма дейді. Көрдіңдер ме қыздар? Канада бұл жаңағы Германияның өнімі, жаңағы Тайваньның өнімі, ол жақта Каспий рет жоқ деймін ғой. Иә, жақсы дейді. Сол қыздар, сөйтіп айтыңдар. Рассрочка жоқ, бұл қазақстандық емес, қазақстандық болса ретке берер едім деп не. Менің күшті фишкам бар ғой сол. Так, сосын қыздар, енді келесі. Қарсылықтың ең үлкен плюсы мышление шарықтайды. Яғни ой өрісің қатты дамиды. Әлі күліп отырсыңдар ма қыздар? Ой өрісің қатты дамиды. Яғни қарсылықтың плюсы осы жер күшті бар ғой қыздар, айтайын, иә. Например, мына жерде тұрсын да, например, тұрсын деген қыз отыр да, например, сен біреуге ақпарат беріп жатасың да. Ой, бұл жерде деген жаңағы 13 миллионның автобонысын мінеміз, 16 миллион автобонысын мінеміз. Одан кейін деген жаңағы шетелге шығамыз, Турцияға, ВСДЗ-ға барамыз, үлкен жаңағы мықты компания, миллион, ана біздің жаңағы золотой мастерлер, жаңағы ана автобонус 2-3 алған жаңа мастерлердің барлығы андай 10 миллион, 6 миллион, 7 миллион зарплата отыр деп айтасыңдар да. Айтқан кезде, ана сенің мышлениең шарықтап жатыр да, сен ана адамға айтып жатқаннан бұрын сенің мышлениең шарықтап кетті да. И ана мышление шарықтағанда ми сенеді де, ми сенгеннен кейін вселенныйге жетеді де, сол орындалады. Өйткені живой пример міне. Өйткені мен айттым, ана 3% болсам да өзімді как богиня, бір директор сияқты ұстайтынмын деп не. Сол кезде мен жаңағы бұрын компанияның премияларын айтып жатқан кезде, как будто мен өзім алып тастағандай айтатын едім. Действительно, барлық премияны 2 реттен алып шықтым ғой. Сонда, қыздар, мышлениеміз мықты болады екен да, мына компанияда жүрсек біздер не. Мышление мықты болғанда ол орындалады. Қарсылықтың плюсы сол да, қарсылық айтып жатқан адамға жоқ былай емес былай деп күшті қылып айтып жатқан кезде сенің мышлениең бар ғой, андай міне ой өрісің қатты дамиды, көз алдыңдағы әдемі суреттерге ми сене бастайды. Көрдіңдер ме? Көрдіңдер ме, қыздар? Вот. Енді келесі презентация. Міне. Уже почти соңғысы сияқты, қыздар. Так, келесі. Яғни, сіздерге мен кеңес берейін деп жатырмын сіздерге. Рассылка жасаған адамдар игнор жасайды, не істеуге болады, қазір айтамын деп. Так, сіздерге кеңесім, өз басымнан өткен тәжірибемен бөлсем. Қыздар, 24 сағаттың 20 сағатын жұмысқа арнаймыз. 4 сағат ұйықтасаңыз жеткілікті, қалған сағатын жұмысқа арнаймыз. Сонда сіз не только золотой мастер, звездный мастерден бірақ шығасыз. Отказдарға мойымай миымы өткізіп жіберу, манағын барлық сабақтар осы, иә? Миымы өткізіп жіберу. Өзіңіз наставник болуыңыз керек. Сіз наставникке қарап отырсаңыз, жай баяу өсесіз, когда сіз өзіңіз наставник боласыз, тез өсесіз. Өзіңіз наставник бола біліңіз, жарай ма? Сосын қалайда миллионер болу? Келдіңдер ма? Миллионер болу керек. Не үшін отырсың? Коруклапта миллионер болмаса, не үшін отырсың? Үстіндегілер байтайын деп отырсың ба, деймін бе? Өзің миллионер бол. Сол үшін, қыздар, жұмыс жасайық. Презентациялар мощный. Рахмет, өзім дайындадым. Және Коралдың 6 тегін автобонысын қалайда алуды мақсат ету керек. Тегін беріп тұр ғой. Тегін берген неге мен алмасқа? Рахат 2-ні алдым, егізім 3-ні алды. Ойлап қойым, әлі 4 автобонусым бар. Ол 4 автобонусқа мен 4 машина дайындап қойдым. Может, біреу квартира аласаларым. Рахат та, егізім 3 машинасын да алды. Вот сол сияқты, қыздар, Коралдың 6 тегін автобонысын алмай кетпеңіздер. Мен сіздерге советім.
алыңыздар. Және елден қалмай 100 елді аралау, яғни елден қалмай сіздер де форумға барыңыздар, Москвадағы форумға. Мына тұрған Алматыға бара алмайсыздар, Алматыға барыңыздар. ЗДЗ-ға баруды алға мақсат қойыңыздар, мастерский каникулда алға мақсат қойыңыздар. Қалтарыңызға жаңағы не ғой, мастерский каникулда қалтарыңыздан бірде бір тиын шықпайды, иә. Одан кейін балаларды платный мектепте оқыту. Міне, манағы менің айтқаным 2 миллионның мектебі. Және де менің командамда бір Айнұр деген бриллиантовый директор бар да. 3 студент баласы бар. Үшеуінің ақшасын осы Коркаптың ақшасымен оқытып отыр, представляете? Қандай рахат. Сол үшін ойбай, Раушан, тіл это совсем мне не проблема, оның бәрін түсінемін сосын. Сосын так, келесі ата-анаға үй алып беру. Ата-анаңызға или өзіңізге үй алуды алға мақсат қойыңыздар, ема? Осы Коркаппен барлық армандарыңызды орындаңыздар. Шалқыптасып жеткілікті өмір сүріңіздер. Менің айтатыным сіздерге осы. Және де қыздар, міне мына стріктің көріп тұрсыздар ма? Мынау бір. Яғни күніне 100 адамға ақпарат береміз. Бір ғана адам тіркелуі мүмкін. Иә? Бірақ ары қарай бара берсеңіз 100 адам болады ол. Сол бағытта тоқтамай жүре берсек 1045 адам болады. Одан кейін тағы да сіз ақпарат беріп жатасыз, сіздің командаңызда лидерлер ақпарат беріп жатады, лидердің лидері глубина, ширина толып жатыр да 10 000 адам болады. 10 000 адам, ана 10 000 адам ар жақтан 10 000 адамның өзі 1000 000 адам алып келді дегеннің өзінде целый армия болады. Міне, біздің жұмысымыздың негізгі мақсаты осы. Менің командамда білмеймін 5000 адам бар, неше адам бар екен, вообще білмеймін. Бірақ 5000 адам бәрі мен шақырдым десем ұят болар. Ұят болар, құрсын шындығымды айтайын. Командамның шақырғаны ғой, олардың жаңағы жартысынан көбін командаларын шақырып жатыр, өсіп жатыр да, сол сияқты қыздар. Ертең сіздер де осылай целый армия болып отырасыздар. Көрдіңіздер ма? Аха, көмір шыққан болып отырмын. Так, келесі күніне 100 адамға ақпарат беру. Екінші, өзіңізді миллионер санау. Қыздар, өзіңізді миллионер санаңыздар. Өйткені сетевойға келіп жатқан кезде менің арманым кішкентайларым өсіп келе жатыр. 2 миллион мектебі мамам қасында тұр. Садиктен қайтса сол мектеп жолымен, ол мен айтып қоям, балам, это молодец, дай бог орындалсын. Толқын, аумин. Так, өзіңізді миллионер санау. Мышлай өте маңызды, дұрыс айтасыз. Қыздар, ақпарат беріп жатырсыңдар ма, өзіңді прям андай күшті бір миллионер сияқты санап, или бір жұмыс жасап жатқан кезде өзіңді андай миллионер сияқты уже елестетіп, или тіпті арман карта жазыңыздар. Ана жақта арман карта тұр. Арман карта да орындалады. Сөйтіп андай миларыңызды сіңдіріп сөйтіңіздер, ема? Қалуны көріп, ойбай, оның майын жағыпшылығын жағып берем бар ғой, аймен құттай күте тұр. Қалуны көріптің. Так, өнімді компанияны реально крутой санауымыз керек. Қыздар, егер біз осы Коркапта, егер өзіміздің компаниямызда жұмыс жасағымыз келсе, өнімді и компанияны реально крутой санау керек. Мынаны мен деген кәдімгі прям мен үшін мынау деген бар ғой, андай зәм-зәм сұлу, бір андай сондай сияқты да, реально крутой санағаннан кейін де мен адамдарға дұрыс ақпарат бере аламын да. Көрдіңдер ме, қыздар? Компаниям реально крутой санаймын да, ол действительно крутой, но бірақ өзімде до такой степени крутой көрсетемін да, ана Инстаграм айқайлап тұр бренд деген не. Вот сол сияқты қыздар, сіздер ең бірінші өзіңіздің өніміңізді, өзіңіздің компанияңызды реально крутой санаңыздар, сонда жұмыс жасау оңай болады. Дұрыс па, қыздар? Дұрыс па? Келесі ақпарат бергенде сізді әбден, мен советім, мынау менің төменге айтып жатқан сіздерге кеңесім. Келесі, сізді блокқа жібергенше жаза беріңіз ол адамға.
Екіншісін айтайын ба? Өйткені жаза бересің да, ол адам көзі саған үйреніп қалады да, айналып келіп по-любому сенен алады да ол адам. Блокқа сен әбден блокқа салып, ой, зыбы деп андай жынданып барып блокқа салып тастамайынша, сіз жаза беруіңіз керек ол адам. Көп қыздардың қателігі осы да, бір-екі рет ақпарат береді де, ой, ешкім тіркелмейді, құрсын, андай мындай, адам жиналмаймын деп жүреді да. Өйткені ол адаммен қайтадан жұмыс жасамайды да. Көрдіңдер ме? Ол адаммен қайта подход жасауымыз керек. Жақсылап тұрып жұмыс жасауымыз керек. Көрдіңіздер ме? Вот ең күшті методика осы. Тағы менің бір советім, енді ол ясный дело, офлайн жұмыс жасаймыз и онлайн жұмыс жасаймыз, рассылкамен жұмыс жасаймыз, теплый группамен жұмыс жасаймыз, холодный группамен жұмыс жасаймыз, соцсетпен де жұмыс жасаймыз. Осының ішінен қайсысы сіздің жаныңызға жақын, осылай, қайсысы сіздің жаныңызға жақын, соны алыңыз да сонымен жұмыс жасаңыз. Мысалы, бір жаңағы онлайн жұмыс жасағанды күшті көретін адамдар бар. Айдана мана айттым да, мен ашқан расында чаттан таныстарым шығып кетіп жатыр, личкасына шықсам ұят емес шығар. Былай да, Айдана қара. Мен жаңа жоғарыда айттым. Былай да, мысалы, кім? Например, мына жерде кім отыр жоғарыда? Жаңа Толқын деген қыз отыр да, например, Толқын сенің танысың. Оған барып личкасына или чатқа қосып жіберіп ақпарат бергеннен қарағанда, Толқынға звондаған жақсы. Толқын, сәлем, қалайсың? Көрінбей кеттің ғой, құрсын, сен түсімде көрдім деп өтірік ашшы. Не жаңалық, или кеше сен алдында базарда көріп қалдым, базарда жүр екенсің ғой деп кішкене сөзге тартып. Жаңағы балдарың қалай, жақсы ма? Ой, мен балам көр болып ауырып қалып, содан мынандай витамин берді, жақсы болып кетті. Еще кабинетіме 110 мың түсті деп әңгімені соғып қойсаң, ол адам тіркелмегенде қайда барады? Солай емес пе, қыздар? Сол үшін подход жасауды үйреніңіздер. Мана теплый групппен нагле чатқа қосып, или болмаса манағыдай не істемеңіздер, сразу кіріп, давай қорғапқа тіркел демеңіздер. Манағыдай жайлап андай подход жасап, өткен кеткен еске алып, сөйтіп барып жаңағы тіркеп алыңыздар, сіз қайтып ма, қыздар? Енді холодный круг, анадан беріп бір сұрақ қойып жатыр да. Холодный круг — это самый крутой зат дейін ба, или самый андай прям ең керемет зат та холодный круг. Өйткені 99%, менде холодный круг. 0,0,1%, яғни 0,001 теплый круг ол кім? Ол Айма, егізім. Яғни мен тек холодный кругтың арқасында керемет өсіп отырмын. Холодный 16 мемлекетте мен жаңа 16 мемлекетпен жұмыс жасаймын дедім ғой, мына жерде көрсетейінші қазір 16 мемлекетте мен жаңа командаларым бар дедім ғой. 16 мемлекетте мен қайбір не дейсіздер, жаңағы бір көршілер, или бір класстастар, или бір жаңағы бірге оқу оқыған андай студенті, андай нелер емес қой, енді құда-құдағай, тағы басқа андай құдашалар емес қой, 16 мемлекеттен жиналғандар. Бұлар холодный кругтар. Көрдіңдер ме? 16 мемлекетте бизнес партнерім бар. 16 мемлекеттен табыс түсіп отыр. Польша, Германия, Франция, ақш, Италия, сосын жаңағы не, ұмытып қалыппын көбін. Швеция бар да. Қырғызстан, Өзбекстан, Турция, Корея, Тәжікстан бар, сосын Украина бар, Россия бар, Белоруссия бар. Көп елден мен алып отырмын, команда жинап отырмын да. Сол үшін қыздар, хорошо, что біздің компания 118 мемлекетпен жұмыс жасайды. Кайф қой. Да, Тәжікстанда бриллиантовый директорым бар, дұрыс айтасың, Гүлназ. Вот, қыздар, көрдіңдер ме? Яғни, бұл біздің компанияның құндылығы. Например, любой бір компанияны көрші, 2-3 мемлекеттен аса алмайды. А біздің 118 мемлекетпен жұмыс жасап отыр ғой біздің компания.
Олармен қай тілде Google переводчик аман болсын. Google переводчик. Ойбай, мен ағылшын түгіл орысшаны қарқ қылмаймын, құрсын қыздар. Тек қана қазақ тілін 100% білем, араб тілін кішкене білем, ағылшын тілін кішкене білем, орыс тілін нормально сөйлеп үйрендік қой, шүкір әйтеуір. Былай тіл біліп қажет емес. Google переводчик аман болсын, қыздар. Самый главный, офис бар ма? Бар. Ағылшынша сөйлесіп, тіркеп аласың, тіркеп алғаннан кейін офистің местоположениесін көрсетесің, мынау сенің клубный номерің, 20% скидкамен дейсің, барады, алады. Что, Франциямен солай жұмыс жасап отырмын, например. Швециямен солай жұмыс жасап отырмын. Рахат қой. Польшамен де солай жұмыс жасап отырмын, кстати. Ағылшынша каталог бар, ағылшынша маркетинг план бар. Жасай беру керек. Вот, сол қыздар, бүгінгі сабағым почти осымен бітті десем де болады. Неше болды сағат деген? Иә, 1,5 сағаттай болып қалыпты уже. Жасаңыздар, тек қана алға, бұйырса слайдты жіберем. Мына слайдты жаңағыдай бүткіл бәрі басынан өткен тәжірибе. Сол үшін сіздерге жаңағыдай, мен шопамын жаным, Айман менің егізім ол. Айман екеуміз көп шатастыраттар ғой. Рахмет қыздар. Мына игіліктеріңізге пайдаланыңыздар дегім келеді. Бұйырса мен жаңағы марафон чатына жіберемін. Енді мен сіздерге қыздар айтатын, міне бәрі көрінді. Қыздар, манадан бері сіздерді көре алмай отырмын ғой мен. Слайд болғасын ғой, Шолпан, слайд болғасын көре алмай отырсың. Бәсе, құрсын манадан бері эмоцияларыңызды көре алмай отыр едім, бар ғой. Жоқ, күшті болып жатыр эмоция, күшті болып жатыр. Ұнағанына қуаныштымын, қыздар. Енді бар ғой, қыздар, қараңыздар да, міне осы жерде сөйлеп отырмыз ғой. Алдағы уақытта біздер давайте сіздер тыңдап отырайық. Ендігі эфирді сіздер де көрейік. Аумин деп қойыңыздар. Осылай үлкен эфирді сіздер сөйлеп, мастер болып, бізбен бірге шетелге шығып, демалып, рахаттанып жүріңіздер деймін. Барлық армандарыңыз орындалсын. Всего лишь 4 жылда менің бүткіл өмірім өзгерді. Мына коттедж үйді мен 66 миллионға мамама алып бергенмін. Представляете? Осы сетевой болмаса, мынандай бақыт қайда? Мен мынандай бақыт, представляете? Мен сетевойда жүргенде, осы Коркапта жүргенде, жалғыз мен емес, менің егізім Айманда миллионер болды да. Мысалы, Көлянда ханым отырсызда мына жерде. Сіз өзіңіз емес, сіздің бала шағаңыз, келініңіз де миллионер болған қалайсыз ғой? Ініңіз, сіңіліңіз де миллионер болған қалайсыз ғой, дұрыс па? Яғни, сіз мына жерде отырсаңыз, сіз жалғыз ғана өзіңіздің өміріңізді өзгертпейді екенсіз. Айналаңыздағы көп адамның өмірін өзгерткен да, көрдіңіздер ме? Қандай керемет, иә? Сол үшін бар күшіміз салып жұмыс жасайық, қолдарыңыздан келеді. Ацылы 2 жыл берсеңіздер, или 4 жыл берсеңіздер, ертең өмірлеріңіз өзгереді. Но бірақ, манағы айтқандарымды істеу керек. Күніне 100 адамға ақпарат беріп, 24 сағат, 20 сағатын жұмыс жасау керек. Енді қазір Гүлназ бәріміз демалып жүріп десек те болады, Инстаграм көріп жүрген шығарсыздар. Шопингте жүрміз, массажда, тренажерда, қайбір мастерді көрші, әйтеуір бір шалқып тастап жатқан өмірді демалып жүрміз да. Ертең сіздердің де сондай шалқып тастап демалатын күндеріңіз келеді. Бірақ именно сіздер жүріп өткен жолмен біз жүріп өттік, бүйтіп терлеп, ұйықтамай. Бірақ ана жұмысты жақсы көріп жасау керек та, жұмысты жақсы көріп жасағаным сонша, менің дофига командам болса да, 16 мемлекеттен табыс алсам да, мастерлерім болса, мастерлер машина алып жатса да, менде андай бар да, рахатыма жұмыс жасаймын да. До такой степени жақсы көріп кеткенмін да, мына адамдармен жұмыс жасағанды, осылай зум өткізгенді, жаңағы команда жинаған, жаным қалап тұрады да. Сол сияқты ертең сіздердің де осылай жандарыңызға кіреді да, бұл система, бұл жұмыс, бұл Коркап. Жақсы көріп жасайсыздар да, манағы менің апайларым сияқты той қызық емес, андай тосқа да шыққан жоқпын, ақпарат беріп өліп жатырып, үйге барсам екен, жаңа обучениеде қалып қоймасам екен деп отыр да. Қандай деймін да, өзінің сүйіп жасайтын жұмысы бар деймін да, рахат та, үлкейген шағында. Көрдіңіздер ме?
Солай қыздар, өзіңіздің ғана емес, басқалардың да өмірлерін өзгерттіңіздер, және де Рахмет. ең тағы бір күшті сөз айта кетейін, міне сосын сонымен болды. Мгм. Ең күшті сөз, осы жалпы сетевой әлеміне келіп, Алла разы болсын дегенді мен көбірек еститін болғанмын да. Соған мен өзім андай жаңа бір жағынан қуанамын да, шынымен Алла разы болып жатыр ма екен ай дегенде, бір білмеймін, әйтеуір андай Алла разы болсын деп, продукциядан да результат көрсе Алла разы болсын дейді, доход түссе де Алла разы болсын дейді. Бүгін бір Маржан деген қыздың кабинетіне 1109 теңге түскен екен да, бонус. Шолпан ханым, рахмет, Алла разы болсын дейді. Ойбай, құрсын, бұл ерунда деп қоямын ғой, айтып үлгере алмай жатырмын да, әлі миллиондар түседі деп бар ғой. Сол сияқты қыздар, бұл жерде жүрсеңіздер, сіздің командаңыздан, өзіңіздің потребительдеріңізден күшті алғыс аласыздар да, каждый раз. Алғыс алу ол өмірдегі ең жақсы нәрсе. Түсінесіңдер ма? Солай жақсы ханымдар, мырзалар. Рахмет, көп Шолпан. Мгм. Керемет өтті, прям кәдімгідей мышление туралы да айттың, қарсыластықты да айттың, барлығын. Действительно, қазір если біз мастерлар, если отдыхаем, біз кезінде 3-4-5-ке дейін жұмыс жасадық. Прям жаңа айтты ғой, уақыт беріп, кәдімгідей жұмыс жасау керек басында да, зато потом уже результат болады. Рахмет, Шолпан, көп рахмет. Слайдпен прям біздің спикерларымыздың бәрі молодцы, прям өсіп жатыр, қандай керемет слайдтармен, да, адамдарға доступны. Сіздер үшін барлығы. Өйстіп міне 11-ге дейін, өйстіп 2 сағат бойы отырып, слайд жасап, барлығы сіздер үшін команда, өсу үшін, миллионер болу үшін. И ондай энергетикада сіздер обязательно боласыздар. Рахмет, Шолпан. Слайд жіберем, қыздар. Звездный мастер бол. Звездный мастер бол. Амин. 6 бонусты ал, өйстіп сахнада тек биіктен көріне бер. Амин. Сол, қыздар, барлықтарыңыз жұмысты болсын. Чатта да күшті отзывтар жазайық. Бүгін Гүлнар Бердіханқызы келді да, Шолпан келді. Очень будет приятно. Всем пока-пока. Уже балдармен мына жақта шулап жатыр. Сіздер де звездный мастер болыңыздар. Амин. Молодцы. Аха, жіберем, обязательно жіберем. Сау болыңыздар.